ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері сендер бәрің топассыңдар деп айтқаны бар екен. Дәл осы бір сөз Лондонда жұмыс істеген алғашқы қазақ әйелі атануыңызға себепші болды ма? Болды. Осы мектеп қабырғасында орыс сыныбының ашылмауының себебі неде? Ертең біздің мектепке Қытай тілі келсе де таңғалмаңыздар, мектептерде екі ақ жол. Либо адам шығарасың, либо надан шығарасың деген. Біздің мектепте оқыған бала өз еліне қызмет ету керек және әлемге қызмет ету керек. Мешіт салынса, жұма күні ғана толады. Ал мектеп салынса, ол жерде аптаның 5 күні, 6 күні ол жерде бала білім алады. Ағылшын тіліңізді жаттықтыруға бір сектанттық орта себепші болыпты. Ондай болған. 24 орталық болып тұр, бірақ ол орталықтың бәрі біздікі емес, то есть менікі емес. Мен біреудің ақысын жеген кезде қандай болам? Алған қол бере білу керек. Қазіргі таңда биліктің сізге деген көзқарасы өзгерді ме? Менің көз алдымда осы екі әкім қалды. Әкеңіз тірі болған жағдайда көзіне тіке қарап не деп айтар едіңіз? Әкемнің көзіне тіке қарап, Армысыздар, құрметті YouTube арнаның көрермендері және де әлеуметтік желіні белсенді қолданушылар. Бүгін біздің подкастымызда ерекше сыйлы қонақ Алматы облысына танымал CS4U орталығының негізін қалаушы, сондай-ақ педагог, Алматы облысындағы алғаш халықаралық мектептің негізін қалаушы Тәңірбергенова Айгүл Қанатқызы. Сәлеметсіздер ме? Айгүл Қанатқызы, енді подкастымызға қош келдіңіз. Көп рахмет келіскеніңізге. Енді мен сіздің осы уақытқа дейін берген подкасттарыңызда, сұхбаттарыңызда барынша бірсыпыра шолып шықтым. Барынша енді ол жақтағы ақпараттарды қайталамауға тырысам. Сіздің айтпай кеткен осы уақытқа дейін бір ақпараттарыңызды көрермен қауымға бір өнегелі, бір жақсы болса екен деген тұшымды, пайымды пікір қалыптастыру мақсатында бір жақсы бір әңгіме өрбітсек деймін. Енді осы подкаст барысында, сұхбат барысында сіздің көңіліңізге тиетіндей, бір ара-жолдарыңызға тиетіндей бір сұрақтар болса, алдын ала кешірім сұраймын. Өйткені тосыннан бір сұрақтар қойылуы мүмкін, соны алдын ала айтқым келеді. Енді мен сіздің мектеп кезіңіздегі балалық шағыңызға қатты оралғым келмейді. Қызмет жолыңызға сізге жол сілтеген, жалпы студент кезден басталды деп ойлаймын. Сіздің студент кезіңізде ағылшын тіліңізді жаттықтыруға бір сектанттық орта себепші болыпты. Ондай болған. Сол бір ортадан анаңыз алып шыққан екен, сол бір кезеңге бір қысқаша тоқталып өтсеңіз. Енді ол кезде 90-шы жылдар ғой, 96-97 жылдары. Енді біз сонау Нарынқолдан келдік. Ағылшын тілін мысалға бүкіл ауданда бірақ мұғалім болған ол кезде. Ол кісіге кәдімгідей бала кезімізде біз очередьке тұрып жазыламыз. Ол кісі үлкен кісі болатын, Раушан апайымыз марқұм. Ол кісіге ағылшын тіліне біз очередіміз келген кезде кезегіміз ол кісі ауырып қалатын. Сөйтіп енді үйрендік қой ағылшын тілін. Енді инязға түскеннен кейін бәрібірде мына қалада өскен балалар мен ауылда өскен балалардың деңгейі сол кезде де көрінетін. Сол кезде ана қалада өскен осындай ағылшын тілінен жаттықтырған, ағылшын тілін жетік меңгерген группамыздағы студенттерге қарап, менің артта қалып қалғаным, менің тілімнің шорқақтығы сол кездегі, енді 90-шы жылдар білесіз ғой, совет үкіметі құлаған соң көп мұғалімдер базарға кетті. Біз нағыз білім алатын кезде, сол 7, 8, 9 сынып оқитын кезде бізде мектепте мұғалімдер толық болған жоқ. И университетке оқуға түскен кезде сондай білімнің таяздығынан менің ішім ашитын. Қай жерде нем жетпей тұр деп алдыға ұмтылып, не істесем, не көрсем деп жүрген кезде сол біздің группамызда бір қыз болды. Сол қыз мені, мен сені американдықтармен таныстырайын, сол жерге барып тіліңді жаттықтырасың деді. Ойымда ештеме жоқ. Жаңа қызға еріп, екеміз жаңа ортаға бардық. Сөйтсек, шынымен де американдықтар бар екен. Қасына барам, сөйлей алмаймын. Қасына барам, енді тілі ағылшын тілі дамымаған ғой, сұрағым келеді. Hello десе, hello деп қоямын, how are you десе, просто сол I'm fine деп ана hello деген сөзді, сол тілді тілді білетін кісі, енді өзінің тілі ғой ана тілі, сол ана тілінде сөйлейтін кісіден естігеннің өзіне менің қуанғаным, басқа нәрсеген білмеген ғой, басқа нәрсеге қарамағам. Сонда мен сол кезде Йогово деген секта екен, мен оны білмеймін, ол кісілерге бір 2-3 айдай барған шығармын. 2-3 айдай бардым, басында
мен жексенбі күні жиналатын ол кісілер, жексенбі күнді қатты күтетінмін ғой. Барып, ана кісілерді тек тыңдау, ол бірақ ағылшынша сөйлемейді, орысша сөйлейді, бірақ енді біз студент екеніміз біледі, маған не керек екенін біледі ғой. Қасына барғанда ол ағылшын тілін сөйлейді. Сөйтіп мен сол кісілердің жанынан шықпай 3 айдай жүрдім. Кейін 3 айдан кейін барып, таңертең 6-да келесіз, Сайранның суына шомылдырамыз деген кезде мен шоши бастадым. Айғайлап өлең айтамыз ол жерде. Мен түктісі, сектадан да хабарымыз жоқ қой. Сол кезде діннен де хабарымыз жоқ, білесіз ба? Сөйтіп жүріп әйтеуір анам айттым, воскресенье күні, жексенбі күні мама мен таңертең осындай бір жерге баруым керек. Таңнан бастап қайда барасың балам, сен маған айтшы, қайда барып жүрсің, жексенбіде болмайсың деп анама айтып осындай мама деген кезде бір ұрыс естіп алып, сол күні енді барады екесін, аяғыңды шағам деді. Мамамыз өте қатал кісі болатын. Сол мамамыздың бір ауыз сөзі деп, сол Аллаға шүкір анам сол жерден алып қалды. Әйтпесе мүмкін сол тіл қуам деп, мүмкін діннен безіп кетер едім деп ойлаймын. Сіздің студент кезіңізден кейін алғаш жұмыс орныңыз ол мектептен басталған белгілі. Сол мектепте сіздің қызметіңізде директордың мына бір сөзі сіздің алға қарай жылжуыңызға бір себепші болған сияқты. Бүкіл жиналыс болға жатқан кезде ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері сендер бәрің топассыңдар деп айтқан бар екен. Дәл осы бір сөз Лондонда жұмыс істеген алғашқы қазақ әйелі атануыңызға себепші болды ма? Болды. Себебі енді ол кезде қазір педагогикалық статустан қабылдамаған кез ғой. Біз жас мұғалімбіз бәріміз. Біз мына көшедегі теректі де ақтадық, көшені де сыпырдық. Мына сайлауларда бүкіл тізімді де біз жинайтынбыз. Сондай күннен өттік біз жас мұғалімдер сол кезде. Сөйтіп жүріп енді балаларға сапа бермедіңіздер деп ол кісі. Балалар неге халықаралық олимпиададан орын алмайды? Неге балаларыңыз олимпиададан орын алмайды? Сіздер бүкіл мына әлемдік тілдің жаршысыздар деп сол енді ол кісінің де көргендігі ғой сол кезде 2009 жылы сол кезде. Сөйтіп ұрысқан кезде просто ана сөз қатты өтіп кетті маған, шынымды айтайын, себебі өзім қайтып жүріп 4 жыл оқығанымды білем ғой. Қандай қиындықтан өткенімді білем, ата-анам қалай қиналғанын білем. Сағатын $15 төлетіп, сол білімді беріп, өздері қиналып отырса да, соның бәр басынан өткеннен кейін жаңағы сөз маған қалай намысыма қатты тиді. Енді менде егер условие болса, жағдай жасап берсе, мен сабағымды үзбей сабақ беріп отырсам, онда балалардан жетістік шығатын еді. Балалардан біз жетістік көрсететін едік. Бұл жерде баладан біз жетістік көрсете алмайтын себебіміз мектепте әлі де сол система бар ғой, қағазбастылық қой. Қағазбастылық, өнен кейін тіл мұғалімдеріне сынып жетекшілікті беретін. Сынып жетекші, ойлаңыз, бір сыныпта 30 баланың жағдайын жасау керексіз. Одан ата-ана бар, одан мектептік жаңағы жұмыстар бар, қоғамдық жұмыстар. Оның бәрін араласасыз. Сіз мына тіліңізді жаттықтырудан бұрын, наоборот, сіз тіліңізді ұмытасыз ол жерде. Ол орталықта. Одан басқа біз әйел адам болғаннан кейін біз мына күйеуге шығамыз, енді өмірдің заңдылығы ғой, баланы дүниеге әкелесің, ол кезде сенің үйде декретте отырған кезде сен мама боласың, маман емес. Алаңдайсың ғой, отбасы үйге келгеннен кейін мысалы тамағын жасау керексің. Үйге келгеннен кейін не тамақ жасаймын деп ойланасыз ғой, оның өзі миды ана жұмыстан алып кетеді ғой. Сондай моменттерден сіз балаға жетістік беру деген ол мүмкін емес та мектепте. Сағат аз, біріншіден, сағат өте аз мемлекеттің беріп отырған ағылшын тіліне. Екіншіден, қарапайым ауылдың мектебі ата-ана қосымшаға апармайды. Қосымша сыныпқа апармайды, қосымша сағаттарға апармайды. Бағдарламамен енді балалар жүріп үйренген ғой. Ол кезде 2009-2010 жылдары біздің мына Қарасай ауданында бір жақсы курс болды деп те айта алмаймын мен ол кезде. Өйткені мен Англиядан оқып келгеннен кейін, біз Англияда бизнесті оқыған кезде сіздер проблема шешушісіздер деп жіберді ғой бізді. Мысалға шетелде кәсіпкерлерді жаңалық енгізуші, жаңалға келуші, проблеманы шешуші ретінде қарағандықтан, о жақта кәсіпкерлерге деген көзқарас басқа, сенім басқа ғой. Сол себепті мына жерде мен жаңағы результат көрсетпегеніміз сол біздің системаның арқасы. Біз жаңағы, мен қазір хоть мұғалімдер заңға байланысты көше сыпырмайды, үй жинамайды, мектепті жинамайды деген сияқты ғой.
заң қорғап тұр. Сол себепті сол кезде біз сол сөз қатты әсер етіп, мен кәсіпке кетіп қалғанымда, Лондонда 2 жыл жұмыс істеп, намысқа тырысып, дипломымды алып келем деп жүргенімде сол себеп болды, сол сөз. Бірақ енді ол сөз сізге бір жігерлендірді ғой? Иә, жігерлендірді. Бірақ ол директорге деген сіздің бір көзқарасыңыз, өзгерген жоқ. Маған ол кісіге деген құрметім әрине жоғары, әлі күнге дейін. Себебі мені зона комфортадан шығарды ғой. Мен мұғалім болып жүре берсем, өзімді ақтап, мысалға, система кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі деп, бізге енді адам бұл қасиетінде біреуді кінәлі оңайырақ қой, өзіңнен гөрі. Сол себепті өйтіп жүре беретін едім. Ол сөз болмаса, ол сөз мен намысыма тимесе, әлгі мейлі әйел адам болсын, мейлі еркек адам болсын, адамда намыс болу керек адам болғаннан кейін. Сол себепті ондай ауыр сөздерді көтеру өте қиын. Өзімнің тарапыма әлі де мен кей кезде қыздарым айтам, коллективтағы қыздар, намысыма тимеңдер деймін да, намысыма егер тиіп жатса, мен білмеймін қаяққа, может, Марс құшып кетуім мүмкін деймін ғой. Сондай әңгімелер болып тұрады бізде. Бірақ десе де, мен ойлаймын, ол кісіге құрметім өте жоғары. Рахмет айтам, шынымды айтсам. Алғыстан басқа айтарым жоқ. Өйткені көптен көкейінде жүрген нәрсеге түрткі болып тұр ғой. Ол енді бір сөз әсер етпеуі де мүмкін. Бәлкім ол сөз болмаса, сіз қазіргі жағдайға жетпес едіңіз. Әрине, иә. Одан кейін де талай қиындықтар болды. Ол сөзді бір еске түсіріп, ой, бүйтіп еді деп отыруға да уақытым болған жоқ. Себеп сол кезде бір шешім қабылдауға маған себепкер болды. Кейін осындай бір әңгімелер, подкасттарға барып жатқан кезде сұрақтарда есіме түсіп жатыр ғой сол моменттер. Бірақ кейін ол кісі кешірім сұрады. Кешір Айгүл деп. Мен 3 айдан кейін хабарластым. Мен кетіп бараттым ғой, как раз визамды алып, ол кісінің алдына келдім. Апай, мен міне жұмыстан шығып бара жатырмын. Қыстың ортасы, сен жұмыстан шыға алмайсың дейді. Апай, жұмыстан шығармасқа амал жоқ дедім. Себебі менде міне виза, мен оқуға кетіп бара жатырмын дегенде ол кісі, отбасыңды қайтесің деді. Мен бір қазақтың отбасының шаңырағын ортаға түсіріптім ғой. Мен үлкен кісі ғой, ол кісі қатты қиналды, бірақ мен айттым, апай, уайымдамаңыз, ол менің өзімнің шешімім. Ол сіздің де сөзіңіз емес, сіздің ол кездегі жағдайда емес, өйткені ол кісі көрді, мен сол кезде жылап қалғанымды, кәдімгідей намыстанғанымды көрді. Ол кезде енді былай қарасаңыз, жұмыс требовать ету керек болды ғой ол кісіге. Ол кісі де жұмыстың адамы, ол кісі де системаның адамы, ол кісі де мектептің репутациясын көтергісі келді. Алдында мамалар отырғанын көріп отыр, мамандар емес. Сол себепті ол кісіні жақсы түсінемін. Кейін ол кісінің де орнында өзім де отырдым ғой. Отырмын да әлі де. Соның кейін кешіп отырмын дейсіз ғой. Әрине, әртүрлі адам келеді алдыңызға, сол кезде әрине намысына тиетіндер сөз айтпайсың, бірақ десе де бір кей кезде бір әңгімелер айтуға тура келеді. Өйткені әр адам әртүрлі жағдайда тәрбиеленген, әртүрлі түсінікпен келеді. Сол кезде өзіңіз, ол кезде ол кісі күйініп айтқан екен ғой деп ойлайсыз. Иә, түсінікті. Сол бір сіздің қазір басшылық етіп отқан орталықтарыңыздың бірі CS4U. Осы орталықты ашуыңызға жолдасың екеуіңіздің бір жылқыны союға дейін барыпсыздар. Жалғыз жылқымызды. Ол рас қой? Рас. Бұл енді сіздің тәуекелшіл қадамдарыңыздың бірі ме, әлде амалдың жоқтығынан бардыңыз ба? Амалдың жоқтығынан бардық. Үйді кредитқа залогқа қойып қойдық. Мен оқып келдім. Енді бизнес бастауға қаражатымыз жоқ. Бизнесті жаңағы кредит алып тағы да, ол кезде кредит бере беруші еді ғой, кредит алып бастадық. Сол кезде жолдасымна аренданы береміз деп жатқан кезде мен хозяинның әңгімесінен естіп қалдым енді ғимараттың қожайынынан. Біз енді соғым союымыз керек еді, сол соғым союға барайық деп есептеп отырмыз деп әңгімелесесіз ғой. Аха деп, жолдасымыз екеуміз білеміз, бір жылқымыз бар екенін. Сосын үйге келем да, шай ішіп отқанда айтам ғой жолдасым айтады да, сол өзі бір ақтал жылқы ғой.
соны енді сен берейін деп отырсың ба дейді. Мен айтамын, маған сенші, себебі ана кісі соғым деп отыр. Біз арендан төлей алмай отырмыз. Мен ол кісімен килограммен келсейін, нешеден алады екен сұрайын. Ол кісіні қайдан алып келесің, Өскеменнен әкелем дейді. Мен айтамын, Өскеменнен әкелгенше мына жер Нарынқол, табиғаты бірдей, малдың дәмі сіз біздікін көріңіз деп мен жолдасымен ақылдаспай ол кісімен келісіп алғам ғой. Соны жолдасым айтып жатыр, мен сөйтіп айттым деп, сен менімен ақылдаспайсың деп жолдасым ренжіп жатыр. Енді амал жоқ жолдасым көнбеске. Енді айтып қойған екенсің, енді ол кісіден де ұят қой, өйткені переговордың бәріне бірге барып жүрдік қой. Ол кісіден ұят алдын, ертең бетіне қайтып қараймыз ол кісіге. Ертең ұят болады, жарайды, барсақ барайық деп екенбіз. Соны Нарынқолға барып, соңғы жылқымызды сойып, бір күннің ішінде түнімен ертесі күн алып келіп берген жайымыз бар. Өкінбейміз, сол жылқыға рахмет бар болғанына. Сол жылқының арқасында қанша бала бүгін білім алып жатыр. Әрине, Енді сол ССФОЮ жайлы қысқаша тоқталып өтсек, енді бүгінгі таңда бұл орталықтардың саны қанша, қазіргі таңда бұл мекемеде қанша бала білім алады, оларға қанша ұстаздар қызмет етеді, соған бір қысқаша тоқталып өтсеңіз. Енді ССФОЮ ол 2013 жылы біз алғаш орталығымызды ашқанбыз. Сол қысылған моментте мен қасымда талай қыздар еңбек етті ғой. Қазіргі таңда бізде осы бүгінгі күні 24 орталық болып тұр, бірақ ол орталықтың бәрі біздікі емес, то есть менікі емес. Ол орталықтардың бәрін біздің қасымызда жұмыс істеген, осы уақытқа дейін адал еңбектерін атқарған, менімен бірге ыстыққа да суыққа да түскен, семьялық жағдайларын жақсы білетін қыздарымның бәріне бір-бір орталық аттарын ашылған. Бірақ біз бір меморандум жасап, бір логотиптің астында жұмыс істеп отырмыз. Ол қыздар енді әркімнің еңбегін бағалайын деген мақсатта қолымдағы барын берем ғой, жоқты бере алмайым. Системаны қойдық, білімімді пайдаланып осы оқу орталықтарын аштық. Белгілі бір 5-6 орталыққа жеткеннен кейін қалған орталықтардың бәрін біз сол партнер орталықтары деп әр бізде жұмыс істеп жатқан қыздардың аттарына ашылған орталықтар. Бұл идея қайдан келді деген кезде, мен өз 2 баламды енді Англиядан оқып келгеннен кейін ертеңгі менің кейпімді кимесінші, енді кезде ата-ана солай ойлайды ғой, кез келген ата-ана. Менің көргенімді балам көрмес екен деп. Мен тіл жағынан ағылшын тілінен қатты қиналдым. Мен де ертең өсіп жүріп, балаларым өсіп кетіп, қазір тіл деген өте маңызды. Ертең менің балаларым мен сияқтым университетқа барғанда отырмасыншы деген мақсатта ол кезде СДУ-да жұмыс істеймін, келе салып СДУ-ға жұмысқа кіргем. Сөйтіп курс іздеген кезде қаскелеңнен бір дені дұрыс курс табылмады. Мұғалімдермен енді өзім тіл білгеннен кейін кабинеттер кішірек маған намысыма тигені бір американдық ашқан екен. Жаңа кісіге барам, баламды жазайын деп күнде очередьке отырам. Күтем, күнде келмейді. Балалар да менімен бірге келіп отырады, звондайды да, бүгін английский болмайды дейді. Енді ойлаңыз, бала сумкасын көтеріп тіл оқуға келді, ол сабақты атмен тете салады. Мен солай 3 күн жағы американдыққа барып, тіл курсына баламды жаза алмадым. Өйткені атмен береді. Одан бөлек, курстардың бәрін кабинеттерге кіріп шығам, мен деңгейімде, енді курс ашатындай деңгейде мұғалімдермен сөйлесе алмаймын. Өйткені ол кісілер мен сұрағымнан қашады, болмаса есікті жауып қойыңыз дейді, өте грубый отношение жасады. Сол кезде мен ойладым, мына жерде проблема. Мен баламды оқытуым керек. Демек курс жоқ дұрыс. Менің алдыма келген балалар, менің оқушыларым, СДУ-ға барам, мектепте сабақ берген оқушыларым, СДУ-да мен студентім болып отыр. Бәрі ағылшын тілдері өте төмен деңгейде. Ал енді біз MBA-де оқыған кезде сіздер проблема шешушісіздер деп жіберіп тұр ғой. Проблема менің көз алдыма келіп тұр. Демек тіл курсын ашу керек деген аштық. Содан ашқаннан кейін Ұзынағашқа бардым. Ұзынағашта да сол проблема, ата-аналар бергісі келеді, бірақ дұрыс курс жоқ. Исыққа, Талғарға шақыр, Талғарға барамыз, Талғарда да сол проблема, Исықта. Сөйтіп ашып келген кез ең соңында қыздарыма айттым, қыздар, мен бүйтіп жүрсем тасбақа сияқты бүкіл Алматы облысының балаларына жаңаға тіл үйрену керек.
Олар ауылда тұрғанына еш кінәсі жоқ. Сіздер мейхан партнер болуға дайынсыздар ма? Давайте бәріміз здание іздейік. Қай жерден здание табасыздар, ғимарат жалға? Сіздердің орталықтарыңыз дедік. Бәріміз жан-жаққа тарап кеттік. Қыздардың бәрі бір зданиеден, екі зданиеден тауып келді. Бардық, сөйлестік, келістік. И жаңағы бос тұрған кабинеттер болды ғой енді бізде. Сол кабинеттердегі парталар жан-жаққа бөлдік, сынған парталарды жасадық, құрастырдық, жоқтан бар жасап, сөйтіп жаңа орталықтар ашылды. Қазіргі таңда 24 орталығымыз бар. Өкінішке орай биыл 2 орталықты тағы жауып жатырмыз. Облыс бойынша. Облыс бойынша, иә, себебі кейбір жерлерде арендаға шамамыз жетпей жатыр. Оның үстіне қазір көп халықтың да ақшасы қалтасы жұқарып баратыр. Мына соңғы девальвация әсер етіп жатыр, соңғы қымбатшылық әсер етіп жатыр. Енді біз локально жұмыс істеп отырғаннан кейін сол жерде халықтың жағдайын жақсы біліп отырмыз деп айта аламыз. Өйткені курсқа келетін баланың саны азайып жатыр. Өйткені ата-анаға хабарласып, неге балаңыз сабақтан қалып жатыр десек, тамақтан ақшамыз артылмай жатыр, кредитімізден ақшамыз артылмай жатыр деген отбасылар өте көп. Сол себепті де біз былтыр шырылдап сентябрьда балалар сабаққа келмей қалғаннан кейін қоғамдық қорымызды қолға алып, спонсорлар бар ғой, ақша төлей алатын, сол жерде кісілер бар ғой деп қақпаған есігіміз қалған жоқ қой. Сол төлей алмай жатқан отбасының балаларына төлеп осы ағылшын тілін үйренуге, тек мектепке емес, сол ағылшын тілін қосымша үйренуге көмектессінші деп барлық жерге кіріп шықтық қой. Шынын айтқанда кірмеген есігіміз, жаңа қақпаған есігіміз қалған жоқ. Осы ретте бір сұрақ туындайды. Сіздің қазір бір жақсы бір бастаманы қолға алып жатыр екенсіз. Кәсіпкерлерді қайырымдылыққа тарту, сол кәсіпкерлердің ықпалымен біраз баланы тегін оқытсам деген ойыңыз бар екен. Жалпы ол жоба қалай жүзеге асып жатыр, және соның әсерінен қанша бала тегін білім алуы мүмкін? Біз орталықтарды ашсақ, кең, жарық, балаларға барынша жағдай жасауға тырысамыз ғой. И сол орындарды санаған кезде біздің жаңағы 24 орталығымызға 5000-дай баланы оқыта алады екенбіз. Сол орындарды 5000 орын бар деп біз кәсіпкерлерге шықтық, тегін оқыта аламыз депші. Енді бізде кәсіппен айналысып отырғаннан кейін ол жерде мұғалімдердің айлығы бар, білесі аренда, налог бар деген сияқты. Сол себепті біз сол 5000 балаға спонсор іздедік. Сондай қайырымдылық кеште өткіздік. Ол кештердің программасын мен Англияда жұмыс істеп жүрген кезде, ол жақта осындай кәсіпкерлер, мысалға бір больница бізге мынандай аппарат керек дейді. Сол қайырымдылық қор келеді да, біз сол аппаратты сатып берейік дейді да, жарнамалап, компанияларды шақырады, компанияның бастықтары, жаңағы кәсіпкерлер келеді да, экранға шығарып, мынандай больницаға мынандай аппарат керек, и счетты қояды. И кәсіпкерлер прямо сол орында отырған мезетте ақшаларын онлайн, ол кезде енді ояқта технология қазіргідей біздік сияқты дамыған ғой, төлеп ана жерге калькуляциямен шығарады да, сол аппарат сол прямо орында сатып алып береді. Соны көрген кезде мен таң қалатым, неге біз жақта ондай жоқ деген сияқты. Кейін осы балаларға көмектесу мақсатында осы идея келді маған. Соны ұйымдастырдық. Біз мына Қазақстан отелін үлкен кеш ұйымдастырдық. Кәсіпкерлердің бәрі қонаққа шақырдық кәдімгідей. И сол жерде аукцион. Енді бізде қазір өкінішке орай халық дүние алып үйренген ғой, бір зат алып үйренген. Біз енді ол жерде ешқандай картина или болмаса сандық, болмаса жаңағы бір көне заттарды, қазір сондай өте трендта, модада екен, біз ондай заттар қойғамыз жоқ. Аукционның орнына бала санының орнын, мысалға 5 баланың орны 1 жылға 300, енді біз 1 айға деп жасағамыз жоқ, 1 жылға дедік. Өйткені 1 жыл оқыған бала кәдімгідей ағылшын тілін меңгеріп, ары қарай өзі дами алатын деңгейге жетеді да. Сол себепті 1 жылға біз қойдық 250 мың теңге, 25 мың теңгеден налогымыз, айлығымыз бәрін есептедік та, 25 мың теңге деді, 1 айға деп 250 мың теңге. 1 жылғы 1 баланың оқуы бізде жаңағы 250 мың теңге. 1 жыл оқиды бала, ойлаңыз. Солай неткен кезде бізде аукционға шығарған кезде бізде кәсіпкерлер 6 миллионға дейін, 3 миллион, 6 миллион деп сол жерде аукционда, ол біз үшін кәдімгідей үлкен тәуекел болды да. Көп адам таң қалды. И сол неден, кештен біз 100 балаға
артынан кейін де жіберген болды. Сол жерде сол моментте ақшасы болмаса да кейін жіберген кәсіпкерлер болды. Ол кісілерге әлі күнге дейін алғысымды айтамын. 100 бала қазіргі таңда сол спонсорлардың көмегімен оқып жатыр ағылшын тілін. Ол 100 баланың оқуын бір кеште таптық, иә. Бір кеште таптық. Енді Алла қаласа, біз осы кешті осы алдымыздағы желтоқсан айында сол оқып жатқан балалардың отчет дейді ғой, есебін береміз деп отырмыз. Барлық сол кезде кәсіпкерлерді қонақ ретінде шақырамыз, тағы да басқа жақтан кәсіпкерлер шақырамыз деп отырмыз. Сол кәсіпкерлерге есеп беріп, неше баланың оқып жатқанын, қай деңгейге жеткенін біз халыққа көрсетеміз. Оның бәрі қазір күнделікті біздің бухгалтериядан қалай ақша кетіп жатыр. Оған бізде қыздар командада жұмыс істеп отыр. Бала келіп жүрма сабаққа, пропускать етіп жатыр ма? Кейбір ата-аналарға енді бар приоритетқа қойған білімді негіздеп қойған. Олар балалар қалмай жатыр, өйткені біз ата-анамен де договорға отырғанда себепсіз 3 рет сабақтан қалған бала шығарылады деп жатырмыз. Орнына кезекте тұрған баланы алып жатырмыз. Сөйтіп біраз бала оқып жатыр. Бірақ айтатыным, біз таңдаған бізге келген 100 бала сабақтан қалмай оқып жатыр. Арасында бір 3-4 бала бар, белгілі бір себептермен, болмаса бала шаршады деген ата-ана бар, ауырып қалды деген болып жатыр енді. Ал бірақ негізі 100 бала қазіргі таңда сол спонсорлардың арқасында білім алып жатыр. Бізде қайырымдылық деген нәрсені көп адам үй алып беру, біреу өртеніп кеткенде көмектесу, біреу жанып кеткенде, біреу өмірден өтіп кеткенде көмектесу деп ойлайды ғой. Ал негізі соның бәрін алдын алуға болады да, қоғам алдын алып, мысалға білім жетпей жатқан адамға білім беріп осылай. Ағылшын тілі негізі кругозор ғой. Өйткені кітаптардың бәрі Кембридж, Оксфордтан келеді бізде, мысалы, сол кітаптармен оқиды. Ал ол Кембридж, Оксфорд кітаптарының ішіндегі ақпаратты ол кәдімгідей 400 жыл жұмыс істеп жатқан университеттер ғой, қарасаңыздар, ғылыми академиялар. Олар жылда кітаптарына ақпаратқа байланысты баланы ағылшын тіліне, олардың да наны қызықтыру үшін жаңа қызықты ақпараттарды, баланы дамытатын ақпараттарды, адамды дамытатын ақпараттарды салып кітапты жаңартып отырады. Ал біз сол жаңа кітаптарды сатып алып, баланың алдына мұғалімді отырғызып сабақ бергізген сайын, ағылшын тілін оқыған кез келген адамның кругозоры, көкжиегі бәрібір басқаша болады. Ол әлемді тануда, адамды тануда, кез келген ситуациядан шығуда, өйткені оның ішінде психология да бар. Сол себепті ағылшын тілін оқыған баланың мировоззрение, әлемді тануы тіпті бөлек болады. Негізі ағылшындардың тарихына қарасақ, ағылшын латын тілін оқу арқылы 400 жылда тілдерін бренд жасап алған ғой. Қазір ағылшын тілі әлемдік тілге шығарды. Сол ғылымды негіздеп жаңаға бір жылдан жылға дамыту тілдерін арқылы латын тілін оқып жүріп, мына қазір осындай деңгейге жетті. Бізде де сондай болашақ болуы мүмкін. Қазіргі таңда ағылшын тілін оқу берсек, біз болашақта қазақ тілінің де бренд болуына жаңаға әбден мүмкін деп ойлаймын. Енді оқулық дегеннен шығады, өзіңіз мектеп қабырғасында еңбек еттіңіз, одан кейін де ағылшын тілі бойынша енді сабақ берушісіз. Жалпы қазіргі мектептердегі ағылшын тілін үйретудегі оқулықтарға көңіліңіз толады ма? Мен 20-шы жылы біздің бастауыш сыныпындағы оқып жатқан балалардың оқулығынан кішкене көңілім толмай, кішкене емес, кәдімгідей намысын тоже ұстап, сол кітапты ауыстырамыз деген мақсатта бір 3 оқулық құрастырып тастағанбыз. Ол кітапты мен министрлікке апардым, оны Алтынсаринға бардым, оқулыққа алып бардым. Қазіргі таңда ол кітаптармен енді жаңағы конкурсқа қатыстырып, осы бастауыш сынып балалар осы біздің оқулықпен оқыса екен деген сол кезде менде бір мақсат болды да. Оны мен ол оқулықтарды Америкаға да апарып, Американың университеті UCSD деген сол жердегі мұғалімдерден де жаңағы TESOL, селта сертификаттары бар, дельта сертификаттары бар. Енді ол ағылшын тіліндегі ең жоғарғы әлемдік сертификаттар именно мұғалімдерге арналған. Сол кісілерден кітабымды, оқулығымды көрсетіп, кәдімгідей не алғам, рецензия алғам ол кітап біздің оқулықтарға. Өте керемет деп, ол кісілер өздері ішіндегі өзгертетін нәрсесін өзгертіп беріп сөйткен болатын. Ол кітаптарды
конкурсқа өтпегеніне қазір шынымды айтсам қуанам. Неге дейсіз ба? Себебі менің кітабымде сол қазіргі мектепте оқылып жатқан оқулықтардың біреуі болатын еді деймін. Неге? Себебі артында біздің ғылымға негізделмеген ғой. Мен өзім PhD деңгейін алмаған адаммын. PhD-ға оқуға әлі уақытым жетпей жатыр өйткені мынандай жұмыстармен, бірақ ойланып отырмын. Мүмкін келесі жылы сол кезде мүмкін оқулықтарды қайтадан ғылымға негіздеп отырып, өзім сол PhD-ді бастаған кезде құрастырармын. Сол кезде мүмкін мен қайтадан министерствоға барармын деймін. Мысалға, Кембридж кітаптарын қарасаңыз, енді мынау әр проект менің өзім үшін дамуда, өзімнің кругозорым, әр проектін бастаған кезде жан-жақты зерттейсіз ғой, оның бәрі сізге ғылыми жұмыс деп айтуға болады. Кәдімгідей сіз көп ақпаратқа уже қолыңыз жетеді. Сол себепті осы мектепті ашқан кезде, біздің халықаралық мектебімізді ашқан кезде бағдарламаларды түрлі зерттей бастадым. Осы біздің кітабымыздың құрастырған сол кездегі конкурстан өтпегеніне, осы мектепті ашып бағдарламаларды зерттеп жатқан кезде мен қатты қуандым. Өйткені мен де о жерде балаларға зияным тиіп кетер ме еді сол оқулықтарым арқылы. Әрине мен өзім біліміме сенемін, бірақ десе де ол кітап деген ол мектепте, ойлаңыз, қаншама қарапайым отбасы қарапайым ағылшын тілі курсына ақша төлемей отырған кезде бүкіл Қазақстан оқитын болса, ол балалардың болашағына менің мойныма қандай жауапкершілік, білесіз ба? Сол себепті мен ол оқулықтарға, әрине біздің оқулықтар сол кездегі оқулықтарға қарағанда өте жақсы, өйткені мен рецензия алып келдім. Американдық біздің коллегалар мынандай кітап біздің әлі Америкада балаларға арнап шығарылған жоқ деді. Өйткені QR-мен, ол қазіргі заманға сай, ішіндегі ақпарат енді ағылшын тілінің бастапқы деңгейі ғой. Сол себепті мен ойлаймын, оқулыққа мәселесіне келген кезде бізде бәрібірде бір институт құралу керек. Енді оқулық бар ғой, бірақ десе де өзімнің көңілімнен шықпайды. Қазіргі оқулықтар көңілімнен шықпайды, жасыратын жоқ. Егер ол оқулықтар күшті болса, мектепте мамалар емес мамандар жұмыс істесе, біз курс болып ашылмайтын едік қой деймін. Біз сияқты курстар болмайтын еді ғой. Қазақ-Британ халықаралық мектебі деп жатырмыз ғой. Ол бір сіздің мына ең бір жарқын, бір сәтті жобаларыңыздың бірі деп есептеймін. Өйткені осындай аумағы кең Алматы облысында ондай мекеме ашу екінің бірінің қолынан келмейді. Енді бұндай бастаманы қолға алмастан бұрын бәрібір қиыншылықтар болады. Әрине. Сіз осы мектепті ашу кезінде енді естуімше талай қиыншылықтар болған екен, бір сынақтар болған екен. Тіпті сіз осы мектепті ашу кезінде 1 қыркүйекте 31 тамыз күні тойдан келе сап той көйлегіңізбен еден жуған кезіңіз болыпты. Ол бір сіздің жауапкершілігіңіздің бір дәлелі ме, әлде қатты уайымшыл болғаныңыз ба? Қалай айтсам болады, кез келген проект ол ең бірінші халықтың алдындағы жауапкершілік қой. Біз бұл мектепті ашатын кезде үлкен презентация жасадық халықтың алдында. Халықтың алдында біз көп сөз бердік. Осындай болады деп. Ол әр жарнаманың артында дегенмен де халыққа деген бір халықтың сізге, мысалға, сіздің проектіңізға сенімі ғой. Сізге сенімі. Сол себептен де өзіңіз ойлаңыз, мен ол кезде де тойға бармайтын едім. Өйткені мектеп ашу тойдан да өте жоғары нәрсе ғой. Өзіммен бірге 7 жыл жұмыс істеп келе жатқан қызымның ұзату тойы ғой. Ол қызға бармасам, енді оғыз білген жоқ, 31 күні біздің полымыз жуылмай қалатын көңіл бар адамның. Сөйтіп, мен бір 2 сағатқа барып келем, сіздер мынан жасап қойыңыздар деп кеттік тойға. 8-де бардық. Сағат 10-да кесек, ешқандай нәрсе жасалынбаған. Соның ішінде енді ренжисіз ба, білмеймін енді. Қазір уже ренжімеймін, бірақ сол кезде қатты ренжігенім бар. Әжетханаларды жумай кеткен, ол қыздар әжетханаларды жумай кеткен. Енді ол кезде сол кішкене именно пол жуаты қыздардың жұмысына мен кәдімгідей қарным ашты. Мен қалағанда енді ақша алып тұрса да жуылмаған екен. Сол себепті оның үстіне жұмыскерлер де болды ғой, сол күні жұмыскерлер түнгі сағат, өтірік айтпай қояйын, 2-де бітті. Бізде 2-де жуып біттік арттарын. Ол енді жаңа сіз айтқандай мүмкін жауапкершілік шығар.
Халықтың алдындағы жауапкершілік, баланың алдындағы жауапкершілік, бұл білім саласында жүрген кәсіпкерлердің жауапкершілігі өте жоғары болмаса, біз ертең, мен өзіме ылғи сұрақ қоямын, біздің мектебімізде не 300 тұлға шығарамыз мықты, осы ертең халқына адал қызмет ететін, ертең бізге вообще әлемге рахметі көп, алғысы көп адамды шығарамыз. Не 300 душевный инвалид шығарамыз дейміз. Бізде екі-ақ жол ғой, мектептерде екі-ақ жол. Либо адам шығарасың, либо надан шығарасың деген. Сол себепті мен мұғалімдерге де, біздің ұстаздарға, дәріптестерге де айтып отырамын. Сабаққа келе жатқан кезде сіздер бүгін балаға не берем? Бүгін қай баланың жұлдызын жағам? Өйткені бір титтай нәрсе балаға әсер етіп кетуі мүмкін да. Титтай нәрсе, ол бала губка сияқты ғой. Титтай нәрсе баланың көңілін қалдырады, либо титтай нәрсе баланы жандырып жібереді. Қазіргі таңда ұстаздарға екі есе қиын, себебі баланы ата-ана да тәрбиелеп жатқан жоқ, ұстаз да тәрбиелеп жатқан жоқ, бізді телефон, контент тәрбиелеп жатыр да, телефонның ішіндегі адамдар тәрбиелеп жатыр. Сол себепті балаларға, мұғалімдерге де, ата-анаға да қиын. Телефон бермесе миын жейді, өйткені қазіргі ата-аналар, қазір байқайсыз ба, бір жерге барған кезде, ата-аналар әңгімелесіп отырған кезде балаларына телефон беріп қояды. Бала әңгіме естімейді ата-ананың не айтып отырған. Демек бала бүкіл телефондағы әңгімені естіп отыр деген сөз. Мұғалімдерге де баланың алдында тиктоктағы 2 секундтық видео сияқты ақпарат беріп үйрену керек деп ойлаймын да. Точканы айту. Точка. Міне балалар қараңдар, бүгін біз мынаны үйренеміз. И соны тез айтып үлгеру керек. А то баланың зейіні басқа жаққа кетіп қалады. Сол себепті қазіргі өкінішке орай балалар сондай. Енді жауапкершілік қой, қалай жағдай болса да жауапкершілік кез келген әрекетте. Айгүл Қанатқызы, енді жаңа Қазақ-Британ халықаралық мектебі жайлы сөз қозғап жатырмыз ғой. Жалпы бұл мектептің басқа білім ошақтарынан қандай бір айырмашылығы бар? Одан кейін осы мектепте қызмет ету үшін мұғалімдерге бір қатаң талабыңыз бар ма? Және де осы мектеп қабырғасында орыс сыныбының ашылмауының себебі неде? Оның енді ең бірінші сұрақ ерекшелік. Біз бағдарламаны, біздің өзіміздің мемлекеттік бағдарлама бар ғой. Және біз қазір Кембридждің, сонау Англияның лицензиясын алып отырмыз. Бағдарламаны биылғы жылы осы қыркүйек айында біздің балаларымыз біртіндеп жаңа бастауыш және секондари дейді, лау секондари дейді, 8-ші сыныпқа дейінгі балаларымыз Кембридж бағдарламасымен коллаборация жасап оқитын болады. Бізде мысалға Қазақстаннан біз лицензия алып отырғаннан кейін біз қазақстандық стандарт, білім стандартын орындамауға біздің ешқандай құқығымыз жоқ. Мына мектептердегі сияқты бағдарламаны оқытамыз. Сонымен параллельно, енді бізде 8 сағат бала бар ғой, расписанияға кіргізген кезде біз әр сыныпқа 4 сабақ, 4 предмет, 4 пәннен, болмаса балалардың қабылдауына байланысты 5 пәннен 8 пәнге дейін деп жаңағы Кембридждің пәндерін кіргіземіз. Сол біздің жаңағы ерекшелігіміз сол. Ол Кембридж программасы бойынша, бағдарламасы бойынша балалар кәдімгідей онлайн өздерінің алған білімдерін тест тапсырып, сол тесттің нәтижесін әрбір балаға даму картасын бізге Кембриджден келеді. Ол жақтағы мұғалімдер, профессорлар, сол Кембридждің командасы әр балаға мына тестіне қарай мұғалімдер де тест тапсырады баламен бірге. Баламен мұғалімнің қалай дамып жатқан картасын мектепке жылда жіберіп отырады ғой. Біздің қазақстандық программа, біздің Қазақстанға дайындаса, Кембридж баланы әлемге, біздің миссиямыз сол. Ең бірінші, біздің мектепте оқыған бала өз еліне қызмет ету керек, және әлемге қызмет ету керек деп. Өйткені әлемнің баласын біз дайындауымыз керек. Біздің балаларымыз, ұрпағымыз білімді болу керек. Олар ертең бізде бизнестар, неше түрлі заводтар, фабрикалар жасау керек, өндіру керекпіз ғой біз. Бізде ғылымды дамыту керек. Бізде ғылыми зерттеу академиялар көп ашылу керек. Ғалымдар көбейу керек. Сол себепті осы Кембриджға бет бұрғанымда сол болып тұр. Ал мұғалімдерге қойылатын талап? Мұғалімдерге қойылатын талап: өсем, дамимын, балаға берерім көп, әлемге балалардың
дамуына біздің миссиямызды түсінген мұғалім бізге керек. Бізге келе алады. Бір талап жоқ. Қатып қалған талап жоқ. Ағылшын тілін білу керек әрине. Ағылшын тілінде сабақ бере алу керек деп ойлаймын. Бізге сол жұмысқа берілген, өйткені ұстаз, мұғалім деген сөздің өзі ол кез келген мемлекетте де статусы жоғары адам ғой. Өйткені мұғалімнің алдында кез келген адам отыр. Сізде, ғалымда, шахтерда. Сол себепті мұғалімге қоятын талап кругозоры кең, мына заманның ағымынан қалмайтын, балаларға берерім көп. Мен осы мектепке келген кезде балалармен бірге дамимын деген мұғалімге біз есігіміз ашық. Ал орыс сыныбының ашылмау сыры не? Орыс сыныбының ашылмау сыры енді қазір айтсам көп дұрыс түсінбейтін шығар. Мен шетелге көп балаларды алып шығып жүрмін ғой, білесіз. Орыс тілді қазақ баласы мен қазақ тілді қазақ баласының екеуінің мышлениясы қабылдау екі түрлі. Екеуін бір жерге ұстай алмайсыз. Мен кей кезде қорқам, қазақтарды Южная Корея, Северная Корея, оңтүстік солтүстік Корея сияқты бөліп тастамай ма деген шығар. Егер бөліп тастаймыз десе, оп-оңай. Оп-оңай, өйткені менің көз алдымда солай бөлінеді. Менің көз алдымда, өйткені балалармен көп жүрген кезде сол екі деңгейдегі баланы көрдім. Енді орыс тілінде ашылмаған себебіміз де сол болды. Өйткені балалардың арасында конфликт болмасыншы. Менің көз алдымда талай конфликт болғаннан кейін ол бір. Екіншіден, бәрібірде мына екі менталитеттің ұштасқан жерінде конфликт қой, былай айтқан кезде сол болды. Енді бізде екіншіден біздің Қаскелеңде орыс тілді мамандардың тапшылығы. Өйткені орыс тілінде жақсы педагогтарды табу қиын. Сол себепті біз қазақ балаларына ғана деп қазақ британ орыс десек, ойлаңыз, қазақ британ орыс мектебі мынау каша болады ғой. Біздің өзіміздің басымызда да каша болады. Сол себепті біз қазақ жаңағы орыс тілін менің өзім балаларымда интернеттен ақ, достармен ақ үйреніп алып жатыр. Орыс тілінде қазір сондай қажеттілік те жоқ қой, былай қарап отырсаңыз. Иә, біздің көршінің тілі, біз бір жерге барғанда орыс тілінде сөйлей аламыз, мәдениеттілік таныта аламыз, сыйласа аламыз. Ал бірақ ағылшын тілі әлемдік тіл болғаннан кейін біз сол ағылшын тілін және қазақ тілі өзіміздің ана тілімізде ашылды. Осы қазақ тілі Кембриджді бағдарлама кіріп, ағылшын тілін біздің балаларымыз жақсы меңгеріп, сіңіріп жатса, біз Қытай тілінде ашқымыз келеді. Одан да орыс тілінің орнына біз Қытай тілін кіргізсек дейміз. Қарап тұрсаңыз, міне біздің міне жерде тұрған мемлекет, қарасаңыз қалай дамып кеткен. Өзім жақында барайын деп отырмын Қытайға. Осы білім саласындағы қандай платформалар бар, қандай білім саласына не әкеле аламыз. Және ұстаздармен келісіп көрсем деймін, о жақтағы Қытайды біраз зерттеп, ертең біздің мектепке Қытай тілі келсе де таң қалмаңыздар. Енді Айгүл Қанатқызы, жалпы бағанан бері бірнеше жобаларды тілге тиек етіп отырмыз ғой. Мектебіңіз бар, орталықтарыңыз бар. Бірақ барлығына өзіңіздің қажыр қайратыңыздың жетуі енді сену қиын. Сол жағынан сізге бір қаржылық жағынан қолдау білдірген серіктестеріңіз бар ма? Қазір олардың қаншалықты сізге көмегі тиюде егер бар болса? Қаржылай көмектескен Қазақстандағы банктер аман болсын. Дамумен біз кредит алдық. Осы Қаскелеңдегі тіл мектебіміздің ғимаратын салған кезде дамудан кредит алып, соны әлі төлеп жатырмыз. Мемлекеттік бағдарлама ғой, залогыңыз жетпесе, сіз доп залогтың орнына мемлекет гарант болады. Сол арқылы жаңағы кредит алып, оның өзі әжептәуір көмек екен. Бізге жаңағы кредит төлеген кезде де дамудан түсіп отырған ақшамыз, мемлекеттің көмегі кәдімгідей көмектесті. Енді бізде сол жағынан біз ұттық деп айта аламын. Ал енді былай адам жағынан бір партнер келіп, міне саған ақша деп берген емес бізге. Біз өзіміз сол минимальный ақшаны өзіміздің үйдегі қажеттіліктерімізге жұмсасақ, жолдасым енді мемлекеттік қызметкер ғой, сол кісінің сен үйдегі заттарға мынауға еш алаңдама, қалған жұмысыңды істей бер,
бастағаннан кейін мына балалардың алдында ұятқа қалма, әріптестерінің алдында ұятқа қалма деп біздің үйімізде ең бірінші приоритетті айлық, өнен кейін аренда, налог. Мен балаларым бір нәрсе сұраса да солай сұрайды: мама, зарплатыңыз жабылды ма? Иә. Арендаңыз жабылды ма? Иә. Налогшы жабылды. Мама, онда маған кроссовкам жыртылып қалып, алып бересіз бе деп отырады балаларым. Өйткені оның бәрі жауапкершілік екенін балаларым да біледі. Даже мына кішкентай ұлымның өзі 10 жастағы, мен күліп келсем, мамам бүкіл кредиті бар, арендасы бар, айлығы бар, налогын жауыпты. Бүгін біз ана неге торговый центрға барып тамақ ішіп келейікші деп отырады ғой әлі күнге дейін. Үйге көңіл күймен қайтсам. Өйткені кәсіпкердің басындағы сондай проблемалар көп, білесіз ғой. Былай енді бізде бизнесте сондай партнер бізге қаржылай көмектесіп жатқан жоқ. Түсінікті. Енді бұл сұрақты қоюдың себебі, сіз бір кездері СДУ университетінде жұмыс істеп, шетелге жұмыс істеген екенсіз қонақ үйде. Сол бір кезеңдерде сіз бәленбай миллион ақша тауып алған кезіңіз болыпты. Иә. Сөйтіп ол ақшаны иесіне қайтарып беріпсіз. Бүгінде сол кісімен қарым-қатынасыңыз қалай? Ол енді жаңадан Англияға барып, жаңадан бір 7-ші ай ма, 8-ші ай ма жұмыс істеп жатқан кезім болған. Ондай заңды білмедім. Мен былай айтқан кезде иммигрант болдым ғой, ол кезде. Көп иммигранттар ол сондай барған мемлекеттердің заңын біле бермейді. Мен де білген жоқпын. Бардық, жұмыс істеп жүрміз, тауып алдық. Ол кезде 511 мың фунт, сол кезде 850 мың доллар екен. 850 мың доллар. Сол ақшаны өзінің хозяйына қайтардық. Ол ақшаның иесі, ол ақшаны араб кісі болды. Сол Лондонның шетінде үлкен ипподромы бар, скачки дейді ғой, ат жарысына ақша тігетін кісі екен. Ол енді бір рет қана ұтып көрмеген кісі екен. Ол жылына бірнеше рет сонда өзі выигрыш ұтыс алады екен. Сөйтіп ол кісінің ақшасын сол кезде ұтып алып, ол кісі тойлаған ғой. Тойлағандан ақшаны қайдан қойғанын білмейді, ұмытып кеткен. Ертесі күні оянып, сейфінен қарайды, жоқ. Сол барған жаңағы рестораны бар, сол барған таксиі бар, жүрген, солардың бәрін тексеруге кеткен кезде мен тауып алам ғой ақшаны, номерді жинап, менде солай жұмыс істеп жүрдім ғой студент кезімде. Ито маған көмектесші деп жіберді, сол бөлмені жинайтын, ол негізі бірақ адам жинайды екен бөлмені. Бөтен адамды кіргізбейді екен. Ал ол адам демалған кезде сол қонақ үйдің сенімді қызметкері барады екен. Енді мен сенімді деп жіберіп тұр ғой. Мен ол ақшаны тауып алам. Енді психологияны түсініп тұр ғой. Ол ақшаны аламды орнына қойып кетемін. Тазалап бөлмесін. Енді менде мынандай қорқыныш болды. Ол жерден бір 50 фунтты басқа біреу алып қойса, мен студентпін, ол 50 фунт менің 3 күнгі жұмыс ақым. Оны мен 3 күн тегін істегенмен бірдей, ол маңдай тер ғой. Мен сол мақсатта ана ақшаны басқа ешкім тауып алмасын, өзі ғана хозяин тауып алсын деп, көрпесін жастықтың астына да емес, көрпесін астында менен кейін тексеретін супервайзерлар бар. Сол кісілер тауып алса, ол жақта көбінесе румынка, полячка елдер тексереді да. Олар енді мен тіркемегеннен кейін мен білмеймін ғой заңды. Олар сол жерден 100 фунт алса да, 500 фунт, 1000 фунт алса да, оны ертең мен орнына қоюым керек, жауаптымын. Өте қиын жағдайда болдым. Сол себепті ол ақшаны тек өзі тауып алатындай қылып қойып кетіп тұрмын ғой. Содан кейін тауып алғаннан кейін ертесі күні мен жұмыстан шығарды. Себебі мен сол талаптарды орындамағам. Еще ақшаны қойғанмен жұмысқа, оған менің ештемем кеткен жоқ. Басқа жерден тез жұмыс тауып алдым. Жұмыс дегеннен шығады тағы да. Сіз алғаш жұмысқа 12 жасыңызда араласып, монша жағып нәпақа тапқан кезіңіз болыпты. Ол 14 жасым. 14 жасымда, иә. Енді ол балалық қой, Совет үкіметі құлады. 91 жылы бәріміз білеміз. 92, 93-те мамам мен папам енді ол мемлекеттік қызметкер болды оларда. Әкем инспектор районада, анам библиотекада жұмыс істейді. Ол кезде талон беретін. Мамам мен папам да сонда талон ғана алады ғой. Сөйтіп гастрономға барамыз. Барсақ, бір қолымызда талон тұр, бір зат жоқ. Әлі көз алдымда бүкіл полкалар
жақта ештеме жоқ. Одан шығамыз, базардың ішінде толған, жайнап тұрған нәрсе, өзі Қытайдан әкелуші еді ғой, түрлі конфет. Ал бірақ бізге ақша қолымызда жоқ. Әкем мен шешемде мемлекетте жұмыс істегеннен кейін тек талон бар. Үйге келгенше ойланып келдім. Мамам ішінен көріп тұрмын, біресе ренжиді, біресе күледі. Талон қолында, талонын да жеткізе алмайды ғой, сонда не істейміз деп қиналып келе жатыр. Ондай қиыншылық көрмеген кісілер ғой. Не істейміз деп бас қатып келе жатыр. Үйге келгенше ойландым. Үйге келгеннен кейін енді бізде үйімізде сол кезде Райымбек ауданында Нарынқолдағы ең мықты баня біздің үйде болды. Ол кезде баняларда тоналып кеткен ғой, халық қатты қиналып жатқан кезі. Сосын мен мамама айтты, мама, мен баня жағайын. Сіз папама айтпаңыз, папаң ренжиді, папаң ертең кәдімгідей қызмет істеген кісі мынаны естісе депрессияға түседі қызым деді. Айтпайық папама менің досым деп айтайық деп мамаммен келісіп, мама сіз білмейсіз, хорошо, бұл менің талабым, мен жағайын 20 теңгеден деп мамамен келісіп баня жағып бастадым. Сөйтіп 20 теңгеден күнде суббота воскресенье кочегар болам, банщица болам. Сөйтіп баня жағып 20 теңгеден 1-2 жылдай баня жаққан шығармын сол. Содан кейін әкем ауылға барғаннан кейін сіздің ана сары қызыңыз не істеп жүр деп сұрап, ой, қызымды қайдан танисың? Ой, сіздердің баняға талай түскенбіз ғой деп. Қалай түстің, қай кезде түстің деп асқа сөйтсе, ой, қызыңыз 20 теңгеден баня жағушы еді ғой деп. Папам білмеген ғой сонда. 2 жыл білмей жүрген сенесіз. Елден естіген ғой. Иә, елден естіп тұр ғой сонда. Содан кейін келіп алып, қызым, сол кезде неге айтпадың? Сен мені сондай сен түсінбейді деп ойладың ба? Папа сол кезде ана қант қайдан келді деп ойлады. Талонға бір нәрсе, мен талон алып жүрдік деп ойладым. Талонға деп ойладық дейді да. Мен айтам, әке, гастрономға барып көрдіңіз ба? Сонда әкем даже гастрономға барма. Халықтың жағдайы, халық деп жүре берген да. Сонда гастроном енді ол кезде кісілер магазинге де бармаған ғой. Иә, сөйтіп сондай қызық болған. Енді сондай жауапкершіліктер мен осы кәсіпке алып келген шығар. Бала кезден осы еңбекке ерте араласып, сіздің кәсіптің тілін таба білгеніңіз қазіргі таңда оңды соңыңызды таныған бір кәсіпкер ретінде сізді қалыптастырып деп ойлаймын. Сіздің бір сұхбатыңызда кәсіпкер алуды біледі, беруді білмейді деп айтқаныңыз бар. Соны бір тереңірек бір түсіндіріп берсеңіз. Мен өзім жолымда кездестірген көп адамдардың кәсіп жасайды, тек қана алуды ойлайды екен. Біз әңгіменің басында айттық қой, көп кәсіпкерлерді біздің мемлекетте бір мошенник или болмаса саудагер, спекулянт ретінде көреді депші. Оған енді кейбір кәсіпкерлердің өздері кінәлі деп ойлаймын. Неге? Себебі мына өмірдің заңдылығын түсінбейді, тек алуды ғана біледі, беруді білмейді. Сонымен көп халықты өзінде жұмыс істеп жатқан шырылдатып жатады. Жаңағы ол адамдар да өзім сияқты адам ғой, олардың да балалары бар ғой, олардың да есебі бар, олардың да асқазаны менікі сияқты жұмыс істейді, олар мен сияқты адам деп түсінбейді да. Кәсіп жасаған осы екен деп, ол білімсіздіктен. Сол себепті кез келген кәсіпкерге мен айтар едім әріптестеріме, ең бірінші тегі бизнесті оқымасаңыз да өмір заңдылығын қараңызшы деп айтқым келеді. Сіз мына жақтан пайда тауып жатуыңыз мүмкін, мына жақтан белгілі моментта слив, ол ақша бір көлденең шығынмен шығып кетеді да. Көлденең шығын деген білесіз ғой, әртүрлі бір себептермен ақшаңыз басқа жаққа кетіп қалады. То есть Алла тағала берекесін алып қояды деген. Егер мен өзім мынаны всегда айтып жүремін да қыздарға, қыздар, сіздер түсініңіздер, неге жұмақ бар, неге тозақ бар? Неге адамға сен жақсы адам болсаң жұмаққа барасың, сен жаман адам болсаң тозаққа барасың? Неге? Себебі бізге жақсы адам болу өте маңызды. Себебі бәріміздің баратын жеріміз бір жер ғой. Сол себепті, сол сияқты бұл жерде де соны ойлау керек та. Мен біреудің ақысын жеген кезде қандай болам? Мысалға Құранда бүйтіп жазылған ғой, адамның еңбек ақысын маңдай тері кеуіп кетпей тұрып төле деген бар. Иә, әртүрлі жағдай болады. Мысалға, егер бизнес коучтар тыңдап жүргендер болатын болса, Дәулет Яров айтады, қарыз болсаң, жағдайың болмай тұрса, ашығын айт, қашпа.
Иә, кеше банктарда қазір сол неге келді ғой. Мысалға, кредит алдың ба, төлей алмай жатсың ба, қашпа, кел, сөйлес, айт. Біз сіздерге отсрочка береміз. Бізге не выгодно деп қазір айтып жатыр. Кезінде ол әңгіме банктардан айтылған жоқ қой. Олар қанап адамдарды прямо қинап, өзім бір кезде болған, кредит төлей алмайған кезде мен қатты қиналғам. Ойбай, сол кезде банктардан қанша угроза келіп звоноктар түскен. Қазір даже сол банкта отырған адамдардың өзіне мына өмірдің заңдылығы жетті ма деп ойлаймын да. Себебі алған қол бере білу керек. Міне оң қолыңмен алдың ба, сол қолыңмен беріп отыру керексің. Мына сенің кәсібіңді жасап жатқан, сенің қасыңда істеп жатқан адамға уақытында маңдай терін төлеп беру өте маңызды. Өйткені олар жұмысқа сол сізге сеніп келіп тұр ғой. Таңнан кешке дейін жұмысын істейді, атқарады. Біз мына мектепті ашқан кезде мен сондай көп компаниялармен бетпе-бет келуіме тура келді. Мысалға вентиляция жасадық біз. Вентиляцияны біздің алдымызға, мен жолдасым айтады, сенің алдыңа 2 адам келіп тұр, бірақ сен көбінесе қазақтардан алшы дейді. Өйткені біздің байыса, біздің қазағымыз байысыншы деп мен күйеуім принципі бар. Алдымызға 2 компания келді. Біреуі орыс компаниясы, біреуі қазақ компаниясы. Мен алдымда жолдасым тілін алып, қазақ компаниясынан вентиляцияны алдым. Ана жасаған вентиляцияға артынан кейін қаншама өкіндім. Қаншама өкіндім. Ана стенаны тескен кезде безобразно тескен ғой. Даже көріп тұр, ана стена боялып кетті ғой, соны аккуратно тесу жоқ қой, бытчытын шығарып тескен. Одан олар бір-бірінен қарыз алған. Сонда 3 қазақ жігіт келді. 3 қазақ жігіті ең соңында кезек-кезек звонды. Мен біреумен келсем ғой, договорымыз бар. При том, что бізде договор бола тұрып, жаңағы 3 қазақ жігіт кезек-кезек маған шығып ақша сұраған кезде, мен беріп отырмын ана балаға. По договору бірінші этаж бітті ма, бірінші этажда, екінші этаж бітті, екінші этаждың ақшасын алып отыр. Сонда қасындағы 2 жігітке ақша бермеген ғой. Алған, аны 2 жігіт алмаған. Ең соңында подвалдағы вентиляциям бітпей қалды. Жаңа не үшін түнгі 31 күні, түнгі сағат 2-де мен той көйлегіммен пол жуып жүрмін. Сондай недобросовестный кәсіпкерлердің арқасында түнгі сағат 2-ге дейін мен пол жудым. Білімдінің күні жарық деп жырлап жүрсіз бүгінгі таңда. Жалпы осы қаншама жобаларды іске асыру кезінде мемлекет тарапынан бір қолдау табу мақсатында 2018 жылға дейін 13 хат жолдап әкімдіктің табалдырығын тоздырып есігін қаққан кезіңіз болыпты. Нәтижесі қалай болды? Қазіргі таңда биліктің сізге деген көзқарасы өзгерді ме? Енді ол кезде білім орталығын салам деп акиматтың есігін тоздырғаным рас. Облыс әкіміне бірнеше ол хаттарымның бәрі тұр, менде жаздым. Бірақ жаңағы құрылыс салуға рұқсат алу маңыз кезегінде. Енді ол жерден маған шыны керек хаттардың бәріне өзім түсінбедім сол жауаптарды. Әлі де оқимын, түсінбеймін. Неге олай жауап беретінін енді түсінемін, себебі жауап жоқ қой. Жауап сатып алу керек екенін мен ол кезде ұқпадым, білмедім, бірақ білсем де енді бала ғой дедім да, енді білімге кез келген адам білім мен мешіттің деңгейі бірдей дейді ғой. Мешітте салынып жатыр ғой, қазір қарап отырсаңыз. Мешітке ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ мешіт салынса жұма күні ғана толады. Ал мектеп салынса, ол жерде аптаның 5 күні, 6 күні ол жерде бала білім алады да. Сол себепті мен сондай принципта қайта-қайта бара бердім. Бірде болмаса бірде бір кісінің жүректері жібіп қалатын шығар. Білім орталығы, оның үстіне Қарасай ауданында бір жарқырап тұратын қосымша білім орталығы жоқ болды ғой. Ағылшын тілін оқытатын. Енді сол себепті есікті тоздырдым. Одан кейін әрине ол ғимаратымыз, ол саламыз деген жеріміз әлі тұр. Әлі салынған жоқ. Биыл қолға аламыз ба деп отырмыз. Бірақ қазір қымбатшылық кішкене бізге де налогтың, НДС-тің көтерілгені бізге де әсер етейін деп отыр. Кішкентай бизнес болсақ та, сол себепті биылға қолға алып жатырмыз, документтерін жасасақ деп отырмыз. Одан кейін әрине өзгеріс бар деп айта аламын, себебі біз мына мектепті ашқан кезде де мемлекеттік орган тарапынан жақсы қолдау алдық.
аудан әкімінің өзі менің алдыма алғаш мектеп ашам деп келген кісі деп қарсы алып, осы мысалы Қаскелеңге кіріп келе жатсаңыз, ол кісі айтады, бәрі торговый центр, бәрі андай автомойка, бәрі өзімде әкім болып келген кезде таңғалғам деп отыр да, университеттен басқа білім ошағы былай көрінбейді мына кірген кезде ауданға, мына қалаға кіріп келген кезде деп. Сол себепті сіз мектеп ашам сол жолдың бойында дегеннен кейін мен сізді полностью қолдаймын деп, білімге ашықтығы, ол кісінің көзінің ашықтығы, көрегендігі, шынымен де мына халыққа деген жанашырлығын ол кісі танытты, көрсетті. Балалар білім алсын деп, кейін мына Кембридждің лицензиясын алған кезде де, мемлекеттік лицензияны алған кезде де кәдімгідей қолдап, құттықтап, сондай шын ниетін көрсетті. Сол себепті көп нәрсе адамға байланысты екен. Жаңа айтып отқан әкіміңіз Қарасай ауданының әкімі Естенов Жасұлан Тоққожаұлы. Иә, Жасұлан Тоққожаұлы, жаңа Қазақстанның әкімі. Сол себепті мен ол кісіге, Жасұлан мырзаға алғысымды білдіргім келеді. Шынымен де басқа емес, мен ол кісінің алдына кафе салам деп барсам, басқа отношение болатын еді, бірақ енді мектеп ашайын деп едім, кішкене қиындықтар туындап тұр документ жағынан деген кезде ол кісі қандай проблема болуы мүмкін, сіз мектеп ашам деп отырсыз, ол халықаралық мектеп болайын деп тұрса, біздің облыста аудан емес, біз аудан емес облысты ойлайтын болсақ, ол халықтың мүддесі ғой, оған қаншама бала білім алады, қандай проблема болса кез келген уақытта менің есігім ашық, кіріңіз, келіңіз дегеннің өзі, сол кезде мен шыны керек акиматтан шығып алып жыладым. Себебі алдыңғы әкімге мен жолыға алмайтынмын ғой, есік тұрмақ, акиматтың жанына жоламайтынбыз, шыны керек. Себебі жаңағындай отношения, хатқа жауап аласыз, түсініксіз, хат жазасыз, түсініксіз жауап аласыз. Даже білім орталығының кейін басқа жерден біз дамудан кредит алып салған кезде де бұрынғы әкімнің алдына барғанмен, міне біз енді сіз рұқсат бермедіңіз, бірақ десе де біз білім орталығын аштық, енді келіп ашылуына қатысыңыз, халық білсін, енді сіздің ауданыңызда ашып жатырмыз ғой, біз енді бір жерден су ішіп жүрміз, бір жердің ауасын демалып жүрміз деген кезде, ол кісі маған қалай сен мінезің не деген қызсың сен, қалайша сен сол жерден аштың деген сұрақтарды, өте қызық сұрақтар қойылды маған. Сол кезде мен таңғалдым. Сонда халықтың жағдайын, ондай әкімдер отырып халықтың жағдайын ойламай, жеке жағдайын ойлап отырса, ертең ол кісі бүкіл бұл қызметтен кетсе де, өмірден өтсе де, ол кісінің ұрпағы бар ғой, бәрібір ұрпақ осы қоғамда қалады ғой, осы адамдармен ертең жұмыс істейді ғой, ертең бір адам болмаса бір адам ертең ұрпағының алдынан шығады ғой. Сонда мен ойлаймын, көрегендіктің жоқтығы, болашақты ойламағандық, тек өзінің деңгейінде ғана, өзінің мынау жағдайын ойлағандықтан деп ойлаймын. Енді ондай әкімдер болмаса, менің көз алдымда осы екі әкім қалды. Жаңа Қазақстанның әкімі, ескі Қазақстанның әкімі деген. Сондай нәрселер көп болған. Түсінікті. Енді қазіргі таңда сіздің тағы бір қолға алып жатқан бір жарқын жобаларыңыздың бірі мамандық таңдау лагері. Академия. Иә, академия. Біз басында лагер дептік, оны негізі бұл лагер. Соның бір ерекшелігі мен талабына тоқталып өтіңізші. Негізгі ол мамандық таңдау академиясының ерекшелігі бұл балаларға мамандық таңдауға, өзін-өзі тануға көмектесетін академия. Өйткені біз бір ағылшын тілімен осы жылдар оқытып келе жатып, бір ағылшын тілімен баланың жетістікке жетпейтінін көрдік. Ағылшын тілін оқу арқылы да, қанша кругозор кең болса да, бала шатасып жатады, оқуға түсе алмай жатады, дұрыс мамандық таңдамай жатады. Өйткені мына бар ғой, мамандық таңдаумен жар таңдауда шатаспау керек екен деп. Ең алғашқы профориентолог баланың өміріндегі ол ата-анасы ғой. Негізі көп медиктарда сіздер түбін қазсаңыздар, олар айтады, не үшін медик болу, не үшін врач деген кезде, менің әкем ауырып еді, інім ауырып еді, отбасындағы бір мүше ауырған кезде соларды емдеймін деген мақсаттан мен де солай медик болғым келген, анам көп ауыратын. Бірақ әкем айтатын, сенің мінезің медикке келмейді, врач болсаң, ертең
хирург болсаң шатасып қалуың мүмкін деген сияқты. Сонда енді әкем көп нәрсе айтатын. Сонда менің әкем өмірімдегі ең алғашқы профориентолог болған екен. Мамандық таңдаған кезде балалар шатаспасын деп. Өйткені шетелге барып, мен былтыр Америкаға бардым. Өзім алдында Америкада болдым 3 айдай. Сол кездегі менің оққаным, көргенім балалардың мамандық таңдауға олардың программасы бар екен. Сол программа бойынша мектеп жасынан бастап, 5-ші сыныптан бастап университеттердің есігі ашық жаз бойы. Бүкіл білім ошақтары, Лига Плюща университеттері болса да, сол мемлекеттің балаларына 5-ші сыныптан бастап есіктерін ашып қойып, балаларға университет условия көрсетеді екен. Бала университетті бірінші таңдайды, өнен кейін бар мамандық таңдайды. Бізде жазғы уақыт университеттің есігі жабық қалды. Баланы кіргізе алмайсыз, даже өзіңіз кіре алмайсыз, охрана барлық жерде. Ол жақта ашық. Соны көрген кезде бізде неге осындай жоқ екен деген ой туды. Сөйтіп сол программаны, сол бағдарламаны алғаш біз осы Қазақстанға ашып отырмыз. СДУ университетінде әртүрлі Қазақстан түкпір-түкпірінен балалар келіп жатыр. Баланың болашағын ойлайтын ата-аналар жіберіп жатыр. Ол жерде біз профориентациялық тест өткіземіз, психологиялық. Бала бірінші өзін тану керек. Мен кіммін? Менің мінезім қай профессияға келеді. Ол тестті бізде көп таңдадық. Қазір нарықта профориентациялық тест өте көп. Соның ішінде біз таңдаған тестті балаға кез келген бала, кез келген адам бір тұлғаға қарай ұмтылады ғой, білесіз, адамды адам тартады. Сол себепті балаларға да сол өздерін ертерек танытсақ, сол профессиясын, өнен кейін психологтың сол профориентацияны құрастырған адамдардың өздерінің консультациясы балаға. Сен мысалы мына мамандық таңдасаң, мынаны бүйтсең деп, мынандай сен туралы адамдар ойлайды екен, сен мына мінезіңді өзгерт, өткен бала өсіп келе жатқан тұлға ғой, ол өзгере алады. Сол себепті сол кішкентай кезінде балаларға жол көрсетейік деген мақсатта мамандық таңдауда біз осы профориентациялық академияны ашып отырмыз. Енді біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы да биыл жұмысшылар жылы деп отыр, білесіз. Профориентацияны қолға алып отыр, қазір заң қабылданып, әр мектепте бір профориентолог жұмыс істейтін болды. Қазір профориентациядан күшті курстар ашылып жатыр. Оның бәрі біздің де ашылуымызға себепкер болды. Осы академияның ашылуына да. Енді балаларға бағыт-бағдар береміз деп ойлаймыз. Бұл осы жазғы каникул бойы жалғасады? Жазғы каникул бойы емес, біз тек июнь айына ғана аудиторияларды жалдап отырмыз. СДУ-дан 1 ай. Биылғы жыл бірінші проект болғаннан кейін біз андай мақсатты өткізіп отырмыз ғой. Қысқа өзімізге де көп үйренетін нәрсе керек та, болу керек болып тұр. Сол себепті бұл жерде мамандықтарды оқытамыз. Мысалға авиациядан ұшқыш келеді да, ұшқыш болудың не екенін айтып береді. Оған түсу үшін қанша тіл білу керек деген сияқты. Оған қандай денсаулығың қандай болу керек. Мысалға бізде врач келеді да, мен мысалға қаладағы бір мықты клиникамен келістім. 17 миллион тұратын микроскопты алып келіп, балаларға сол жерде тігуді көрсетеді. Адамның терісін тіккен қалай. Қойдың басын кәдімгі алып келіп, оған тісті алып салып көрсетеді балаға. Әлеуметтік желіде оның бәрін қоямыз. Қазір енді искусственный интеллекттің дамуына байланысты әлемдік зерттеуді қарасақ, 85 миллион профессия жоғалып кетеді екен да, 95 миллион профессия қайтадан туады екен. На искусственный интеллекттің дамуына байланысты. Осы 5 жылдықта біз көрмейміз деп отырмыз ба, біз көреміз оның бәрін. Сол себепті біз осы мамандық таңдау лагерінде сондай базовый мамандықтарды алып отырмыз. Дәрігер, мұғалім, искусственный интеллект мүмкін қандай да жаңашылдық енгізу мүмкін осы профессияларға, бірақ олар жоғалып кетпейді. Даже психологтың мамандығы болашақта өте қажетті болады екен. Өйткені искусственный интеллекттан туатын профессияның ішінде мынандай не бар екен, мамандық бар екен. Әлеуметтік желіден алыстататын жаттықтырушы. То есть бізге ертең сондай мамандық пайда болады да, біз сол маманға жүгінеміз. Неге? Оның түбі психолог қой. Әлеуметтік желіден қазір ата-ана да шыға алмайды ғой, бала да шыға алмайды. Ал енді сондай жаттықтырушылар болады екен. Бізге қаратпауға, әлеуметтік желіге қараттырмайтын. Сенесіз ба? Қызық, иә? Олайша айтқан енді балаға дұрыс бағыт-бағдар беру ғой, мамандық таңдау. Дұрыс бағыт-бағдар беру, иә. Өзін өзі тану. Енді бағанадан бері сіздің жеке қасиетіңіз жайлы айтып жатырмыз ғой, тағы бір есіме түсіп отқаны.
Кезінде сіз көп қабатты үйде тұрған кезде сол көп қабатты үйдің подъездерін еден жуады екенсіз. Сөйтіп сіз өзіңіздің таңдайсып кетпеуіңіздің алдын алады екенсіз. Қазір сол әрекетіңіз әлі де жалғасады ма? Әлі де жалғасады, иә. Маған қыздар таңғалады, апай, неге сіз кей кезде сондай жұмысқа кіріп кетесіз деп. Мен айтамын, ол менің эгомды басады. Кез келген адамның проблемасы эго ғой. Біздің эгомыз, мен психологияда көп оқимын, сонша жыл бизнесте жүріп психолог болып кеттім ғой. Біз жетістікке жету үшін эго керек, әрине, бірақ ол эго ертең сізді белгілі бір деңгейге де апарып тастауы мүмкін да. Көп проблема сол эгодан басталады. Сол себепті эгоны басып тұру үшін мен мысалға подъезді неге жуам? Подъезді жуған себебім біріншіден тазалық, екіншіден ол КСК үлгермей жатуы мүмкін ғой. Біз оны КСК қашан жуады деп отырсақ, өзіміздің кіріп шығып жүрген жеріміз ғой, адамдар пайдаланып. Үшіншіден алғыс, көршілерден алғыс алдым мысалға. Төртінші денсаулық, қозғаласыз ғой. Көп қабатты үйде кіріп шығасың. Оның көп жақты, мен бір шешім қабылдаған кезде оның көп жағын қараймын. Пайда жағы, мынау пайда, мынау пайда. Бір шешімнен хотя бы 2-3 пайда болмаса, ол шешім емес. Баламда кіріп шығып жүрген, оны көрген балам, ертең ол да еңкейеді ғой. Ол да еңкейетін жерде, мамам пол жуғанда мен де пол жуым керек деп ойлайды. Ал пол жуғаннан ешкімнің алдында түсіп қалмайды ғой. Иә. Сол себепті ол жағынан енді не дейді, баланы емес өзің тәрбиеле дейді ғой. Балаларыма да көрсетейін деген мақсатым болды. Себебі олардың эгосы өспесін дедім. Өміріңізде алғыс айтатын жандар көп пе, әлде сізді ренжіткен адамдардың саны басым ба? Алғыс айтатын адам көп. Енді ренжітетіндерді мен ұмытып кетемін. Неге? Себебі олардың бәрінің ренішіңді сақтап жүруге менің миымда орын жоқ. Біріншіден, екіншіден, ол реніштен ешқандай маған пайда келмейді ғой. Тек ренжіп бір жерде отыра бересіз. Ұмытып кетемін мен оның бәрін, ұмыттыра салам өзімді. Ал алғыс айтатын адамдар өте көп. Ең біріншіден мен алғыс айтатын әрине ата-анам ғой. Өйткені дүниеге алып келіп, осындай тәрбие берген, өмірді көрсеткен, әртүрлі қиыншылықтар басымыздан өтті. Енді әрине Алла тағала мен осындай қылып жаратқан шығар. Екіншіден, мен жолдасым алғысымды айтам, бауырларым алғысымды айтам. Әр кезде қасымда табылып, әпкем мысалға, сіңілім, інім деп, жолдасым әрқашан поддержка беріп отырады. Менің дұрыс емес, дұрыс жерлерімді жолдасым айтып отырады. Өйткені сын ғой. Жолдасыңыз сізді сыртыңыздан көре алады. Кей кезде үйге мен жұмыстағыдай бүйтіп ашуланып кірген кезде, сен уже жұмыста емессің, ана есіктен кірген кезде мінезіңнің бәрін таста да, үйде сен менің әйелімсің, сен сол позицияны қабылда деген кезде, мен үйден иногда жұмыстан ашуланып келем, машинеде 15 минут отырам. Так, мен жұмыста емеспін, үйге кірем, қазір үйімді қабағымды ашып кіруім керек, мен күліп кіруім керек деп, ана эмоцияның бәрін басу үшін далада отыратын кезім болады. Сол мені әр қырлы өзімді басып, ренішімді тоқтатып, алғысымды көбейтіп жатқан қасымда жүрген жолдасымнан көп үйренем, жолдасым да менен көп үйренеді деп ойлаймын. Сосын ұжымдастарыма, коллективта, жаңағы біздің орталықтардың, партнер орталықтарды алып отырған, партнер болып отырған бизнеста менің қасымда жүрген қыз-жігіттерге рахмет айтам. Әрқайсының еңбегі зор. Өйткені мына білім саласында қосымша білім орталықтарын бизнестағы ең қиын тұр ғой. Білсеңіз, өйткені гарантия жоқ, ертең ана оқушы саған келе ма, келмей ма. Сіз жаңа адамға обещать етіп қоясыз, айлықта, мына налог төлену керек, аренда төлену, ал оқушы келмей қалуы мүмкін. Өйткені алған мұғаліміңіз интервьюда күшті көрініп, сабақты қызық емес өткізуі мүмкін, балаға басқа ақпарат айтуы мүмкін, сабаққа қайта кірмейсіз ғой. Сол себепті соның бәріне шыдап жүрген әріптестеріме рахмет айтам. Джек Маны білесіз ғой, қалай көтерілген, қасында 18 сондай партнері болған ғой. 18 адаммен әлі күнге дейін бірге келе жатыр, Алибаба. И мен сол Джек Маның историясын тыңдаған кезде, маған CES орталықтарын көбейтуге, адамдарға сенуге Джек Маның историясы әсер етті маған. Өйткені адамға сене білу керек. Кейбір адамға сенбейді, бірақ мен айтам, мен адамға сену керек. Адамға сенген кезде сенің жұмысың жүреді. Адамға сенбей, сен анадан минусын, адамдардың минусын тере берсең, сенің жұмысың алдыға жүрмейді. Сол себепті әр келген осы біздің СЕСВОЮ болсын, мектебіміз болсын, осы мамандық таңдау академиясында жүрген, қасымда жүрген әр бір адамның еңбегі зор, олар бекер жүрген жоқ. Мен ол кісілерге сенем, ол кісілер маған сенеді.
келеді. Ең бірінші ертең мені ұйқыдан оятатын сол кісілердің сенімдері. Өнен кейін балалардың, ата-аналардың сенімдері. Мұғалім, мен айлығымды алам, зарплатымнан кредитімді төлеймін, тамағымды тауып келем деп келеді ғой жұмысқа. Ол кезде мен қалай жатуым керек? Мен жата алмаймын. Сол себеп сол кісілердің сенімдері үшін рахмет айтқым келеді. Оқушыларға да, ата-аналарға, мені қоршап жүрген кісілердің бәріне рахмет айтқым келеді. Адамдарға алғысым өте көп. Осы сіздердің студияларыңызда Атлана Жанатовна осы студияны ашып отырған, бүгін даже сіздің өзіңіз қанша уақытыңызды бөліп мына сұрақты құрастырғанның өзі еңбек қой. Мен изучать етіп сол инстаграмнан әр сұрақты тауып, әр парақшаны іздеп зерттегеннің өзі сіздің еңбегіңіз, уақытыңыз. Сол себепті кез келген адам, алғысы бар адам ғана дамиды деп ойлаймын. Сол себеп менің алғысым бәріне шексіз. Енді сұхбатымыздың соңында бағана мен сізге айттым ғой, отбасыңызға, семьяңызға көп тоқталмаймын деп, дегенмен де сіздің бір өмір жолыңызға да қысқаша тоқталғым келеді. Қателеспесем, сіз 21 жасыңызда анаңыздан, 23 жасында әкеңізден айырылдыңыз. Бірақ сіздің қазір өстіп кәсіпкер болып, осындай балаларға болашақ нұсқап отырып, осындай жағдайға жетуіңізге әкеңіздің тікелей себебі бар деп ойлаймын. Өйткені сізді ағылшын тілі пәнінің мұғалімі бол, ең болмағанда посол боласың деп айтқан екен әкеңіз. Сол әкеңіздің арқасы деп ойлаймын. Егер менің енді соңғы сұрағым көңіліңізге тимесін, әкеңіз тірі болған жағдайда көзіне тіке қарап не деп айтар едіңіз? Әкемнің көзіне тіке қарап, әке, сіздің білімді болғаныңыз үшін рахмет дейтін едім. Ол кезде де 90-шы жылдар, 95-шы жылдары ағылшын тілінің осылай дамитынын әкем біліп тұр ғой. Жаңа айттым ғой, ең бірінші баланың өміріндегі профориентолог ата-анасы ғой. Ұрпағың білімді болсын десең, өзің оқу керексің. Сен өзің оқымай, балаға оқы деп айта алмайсың ғой. Енді әкемнің кезінде трибуналарда тұрғаны маған үлкен мотивация болатын. Бізге оқыңдар деді. Өзі де мысалға бір обедке келеді ғой, түскі асқа келген кезде, әкем 15 минут кітап оқымай түскі астан шығып кетпейтін. Бірде келеді, ауыл ғой, тура бірде келеді. Пунктуальность қандай деймін, тура бірде тамақ құйылып тұру керек. Мамам соған үйренген. Тамағын ішеді, 15 минут. Сонда әкеммен бірге жарысымен тамақ ішем. Барады, төсегіне жатады да, сразу либо газет, либо кітап. Бүйтіп қарайды да, кітапты оқиды да, қояды. Жарты сағат, 15 минут көзін іледі, тура 2-ге 5 минут қалған кезде райком қасымызда болатын үйдің жұмысқа шығып кетеді. 2-де жұмыста болу керек. Мен сол әкемнің несіне қарап жүретімін, ережесіне, тәртібіне қарап жүретімін. Папам жұмыстан келе жатқан кезде есіктің алдында тамақ бар, тамақ жоқ. Үйге жүгіріп кіріп, мамам тамақ жасап жатса, тамақ бар деп, мамам тамақ жасамаса, тамақ жоқ деп айтып үлгеретімін. Сондай, енді оның бәрі үйде көргеннің несі ғой. Сол себепті әкеме алғысымды айтамын, бізді тәрбиелеп, осы біздің 3 қыз бір ұл өссек, 4-өміздің де мамандығымыз дұрыс таңдалған. Мысалға, мен емес, Бота менің сіңілім, сен дәрігер боласың деп әкем. Сен ағылшын тілін оқу керек, слишком ашықсың депші, маған сол мінезді танығаны біріншіден. Болашақтарымызды болжап кеткен. Әпкем майысып тұратын хореограф. Сондай, інім банкир болам дейтін. Банк саласында қазір Халық банктың приложенияларын құрастырып жүрген разработчиктардың біреуі інім мысалға. Сол себепті әкеме алғыстан басқа айтарым жоқ. Әкем енді тірі болған кезде мүмкін әлі де басқа жерде жүретін бедім деп ойлаймын. Бірақ халыққа қызмет дейді ғой, бәрібір әкем болсын. Әкемнің орнына қазір жолдасым маған айтып отыр ғой, Америкаға кетем деген кезде өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген бар. Барасың уақыт келген кезде. Бірақ қазір халыққа сен керексің, балалар оқып жатыр, қанша бала саған қарап отыр, қанша ұстазың бар деп осы жолдасым алып қалған. Әйтпесе шешім қабылдасақ жүре береміз ғой. Жақсы, рахмет енді. Рахмет. Біраз сұрақтың жауабын алдым деп ойлаймын. Халыққа бір өнегелі бір тұшымды ой айттық деп ойлаймын. Уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Алдағы ісіңізге табыс тілеймін. Жолыңыз ашық болсын. Рахмет, амин.